Телефоным жоқ менде. Кайрылуу күн әріптестер, Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастайды. Бүгін біз Наурызбай ауданының әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары тақырыбы аясында сөз қозғайтын боламыз. Біздің бүгінгі құрметті қонағымызбен таныстырып өтейін. Наурызбай ауданының әкімі Тоғызбаева Назира Асылбекқызы. Қош келіпсіз, сөз төркіні өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті журналистер, қайырлы күн барлықтарыңызға, және осы брифингке қатысушылар. 2023 жылдың 10 айы бойынша Наурызбай ауданының әлеуметтік экономикалық даму бағытында жасалып жатқан жұмыстармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Наурызбай ауданының жер аумағы 6967 гектар, 10 шағын ауданымыз бар, тұрғын саны 200 мыңға жуық. Ауданның экономикалық жағдайына келер болсақ, барлық салада өсім байқалады. 2023 жылы 10 ай ішінде мемлекетке түсетін салық шамамен 27 миллиард теңгені құраса, жалпы инвестиция көлемі 126 миллиард теңгеге жетті. Ауданда 36 шағын өнеркәсіп кәсіпорын жұмыс істейді. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 12 миллиард теңгені құрайды. Жыл басынан бері 8300 жаңа жұмыс орны ашылды. Әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту бойынша аудан бойынша көп балалы 3164 ана 15,8 миллион теңге көлемінде әлеуметтік көмек алады. Оның ішінде алтын алқа иелері 204, күміс алқа иелері 478. Сондай-ақ бүгінгі таңда 970 отбасы 418 миллион теңгеге әлеуметтік көмек алды. Ауданымыздағы еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейінгі тұрғындары мемлекеттің қолдауында және қорғауында екендігін жеткізгім келеді. Ең алғаш аяулы ардагерлеріміз үйде бос отырмас үшін қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысу мақсатында белсенді ұзақ өмір сүру орталығы 3000 аса ардагерлерімізге қызмет көрсетіп келеді. Сонымен қатар аудандық ардагерлер кеңесімен етене жұмыс жасап, Арай ардагерлер хоры республика көлемінде өз өнерлерін паш етуде. Одан кейін ауданымыздың ерекше жандарын жан-жақты қолдау, көрмек көрсету, бағыт бағдар беріп, бейімдеу мақсатында тең қоғам жобасы да тиімді жұмыс жасауда. Жалпы ауданымызда 2800 жуық ерекше жандар тұрады. Оның ішінде 917 балалар. Келесі кезекте көп балалы аналарды психологиялық қолдау, заңдық кеңес беру, тігін тігу, кондитерлік табақтаған пісіру, түрлі жұмыстарға тұрғызу және өзге де бағытта жұмыс жасап келе жатқан бақытты отбасы орталығы өзінің тиімділігін көрсетіп келеді. Бүгінгі күні 3164 көп балалы отбасының 836 отбасына әлеуметтік қолдау көрсетіліп келеді. Және де әлеуметтік аз қамтылған, көп балалы және толық емес отбасы балаларды мектептен кейін қосымша білім беруден шектеліп қалып жүрді. Сол себептен қаламызда шыңға өрлеу әлеуметтік жобасы аясында білім саласында зейнетке шыққан ұстаздарымыз әлеуметтік топ балаларына тегін түрде қосымша білім беріп, өнерге баулып және тамақтандырып келеді. Денсаулық сақтау саласына келер болсақ, аудан бойынша 4 емхана, 1 дәрігерлік амбулатория, 3 аурухана, 2 жедел жәрдем қызметінің станциясы бар. Тіркелген тұрғын саны 165 мың. Аудан тұрғындарының денсаулығын сақтау және бақылау үшін ауданымызда барлығы 4500 медициналық қызметкерлер жұмыс атқарып келеді. Алдағы уақытта құрамыз және Шұғыла шағын аудандарында 2 емхана, Ақжар шағын ауданында 1 амбулатория салу жоспарланған. Сондай-ақ Шұғыла және Ақжар шағын аудандарында 2 дене шынықтыру және сауықтыру кешені бой көтереді. Білім беру саласы бойынша ауданымызда 27 мектеп бар. Оның 12-сі мемлекеттік болса, 14-сі жекеменшік. 1 мектеп Назарбаев атындағы зияткерлік мектеп. Оқушы саны 30 мыңнан астам. Аудан бойынша 157
174-ші, 207-ші мектептерде 4300 оқушы орын тапшылығы бар. Осы мәселені шешу үшін 174-ші мектептің жанынан қосалқы ғимарат құрылысы жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар, қазіргі таңда жайлы мектеп бағдарламасы аясында 3700 орынға 2 мектеп салынып жатыр. Одан бөлек қазан айында 5500 орынға 3 мектеп құрылысы басталды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, оның бірі Құрамыс шағын ауданында, тағы бірі Шұғыла шағын ауданында, 3-ші мектеп Сабденов көшесі бойында орналасқан. Алматы қаласының әкімі Ерболат Асқарбекұлы Досаевтың тапсырмасымен 2023 жылдан бастап мектеп автобусы жобасы жүзеге асырылуда. Аудан бойынша 2400 оқушыны 27 автобус тасымалдайды. 2024 қаңтар айынан бастап 1000 оқушыны қамтитын тағы да 16 жаңа көлік пайдалануға беріледі. Сонда жалпы саны шамамен 3400 бала мектеп автобусымен мектепке тегін қатынайды. Сонымен қатар, барлық бастауыш сынып оқушыларын тегін тамақпен қамтамасыз етілуде. Мемлекет үшін балалардың заман ағымына сай білім алуы, дамуы аса маңызды. 2023 жылдың 1 маусым күні оқушылардың көп функционалды инновациялық орталығы ашылды. Орталықта цифрландыру, программалау тілі бойынша терең білім алу мүмкіндіктері бар. Қазіргі таңда орталықта 2200 бала тегін оқиды. Бұл бала үшін ғана емес, ата-аналар үшін де керемет мүмкіндік. Бұдан бөлек даму бала бағдарламасы да бар. Жобаға 2023 жылы 1,4 миллиард теңге қаражат бөлінген. Қазіргі таңда бағдарлама арқылы 10 мыңнан астам бала тегін үйірмелерге қатысып жүр. Шындығында бұл тамаша мүмкіндік. Себебі аудан әкімдігі балаларды қолдау мақсатында және үйірмелер жұмысының қалай жүргізіліп жатқанын бақылау үшін есеп беру кештерін ұйымдастырады. Яғни бала тегін үйірмеге қатысып қана қоймай, сахнаға да шығып өнер көрсетеді. Наурызбай ауданы бойынша 7400 бала бақшаға барады. Қазіргі таңда 5 мемлекеттік, 16 жекеменшік балабақша бар. 2024 жылдың 1 тоқсанында Шұғыла шағын ауданындағы 320 орындық балабақша ашылады. Сондай-ақ, желтоқсан айында Шұғыла, Құрамыс шағын аудандарында 640 балаға есептелген 2 балабақша құрылысы басталады. Мемлекет басшысының тапсырмасымен балапан мемлекеттік бағдарламасы 130 балабақшаға жүзеге асырылуда. Ата-аналар бағдарлама арқылы 70%-ға дейін жеңілдік алып келе жатыр. Яғни бұл үлкен қаржылай көмек. 2023 жылы мемлекеттен балапан бағдарламасына 3,3 миллиард теңге қаржы бөлінген. Тұрғын үй коммуналдық инфрақұрылым саласына жүргізіліп жатқан жұмыстарға тоқталсақ, құрметті журналистер, Наурызбай ауданы қалаға 10 жыл бұрын Бостандық, Әуезов және Қарасай ауданынан бөлініп қосылған жаңа аудан. Сондықтан ауданымызда инженерлік желілер бойынша көптен бері шешілмей келе жатқан мәселелер көп. Ең бастысы ауыз судың тапшылығы, кәріз желісінің жүргізілмегендігі, жарық желісінің ескергені. Алайда, қазіргі таңда ауданымыздың инфрақұрылымын жақсарту мақсатында үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Соның бірі Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев Асқарбекұлының тапсырмасы бойынша салынған каскадты су сорғы станциясы. Станция 1 тамыз күні іске қосылды. Нәтижесінде Ақжар және Шұғыла шағын ауданының 35 мың тұрғыны ауыз сумен қамтамасыз етілді. Одан бөлек, қазіргі таңда Қарғалы және Ақсай су сүзгі станциялары салынып жатыр. Қарғалы станциясында жұмыс 85%-ға аяқталған. Жоспар бойынша 2023 жылдың соңына дейін станция іске қосылады. Құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін 70 мың тұрғын сапалы сумен қамтамасыз етіледі. Ақсай су қоймасы бойынша құрылыс жұмыстары 40%-ға аяқталған. Жоспар бойынша жұмыстар толығымен 225 жылғы желтоқсан айына дейін аяқталуы тиіс. Нәтижесінде 100 мың тұрғын ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Инженерлер не дейді?
инженерлі салу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарға келер болсақ, 2020 жылдан бастап 5 шағын ауданда Құрамыс, Қарғалы, Таужолы, Қалқаман және Тастыбұлақ инженерлік желілердің құрылысы жүргізіледі. 150 километр су құбыры, 89 километр кәріз желісі. 2023 жылы Шұғыла және Таусамалы шағын аудандарында бірінші кезек шеңберінде инженерлік желілер құрылысы аяқталды. Алайда Ақжар ықшам ауданының Дәулеткерей көшесі бойында 1,5 километр жұмыс аяқталмай қалды. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда орнықталық аясында инженерлік желілерді салу бойынша функциялар аудан әкімдеріне ауысты. 2023 жылдың соңына дейін 4 шағын аудан бойынша энергетика және сумен жабдықтау басқармасы әзірлейтін сумен жабдықтау және кәріз желілерін жүргізу жобалары аудан әкімдіктеріне берілді. Қамтылмай қалған жұмыстар сол кезде толығымен аяқталады. Бұрын қамтылмаған учаскелер бойынша Ақжар екінші кезек және Қарағайлы мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы бар. Сондай-ақ шағын аудан бойынша Тастыбұлақ және Таусамалы ағымдағы жылдың желтоқсанында мемлекеттік сараптаманың қорытындысын алып, конкурстық рәсімдер өткізілгеннен кейін 2024 жылдың 2-ші тоқсанында құрылысты бастауды жоспарлап отырмыз. Осылайша 2025 жылдың соңына қарай 335 километр инженерлік желілері салынады. Нәтижесінде Наурызбай ауданының сапалы және үздіксіз сумен қамтамасыз ету мәселелері толығымен шешіледі. Ұзақ жылдар бойы шешілмей келе жатқан мәселелердің бірі ұзындығы 34 километр батыс кәріз коллекторын салу. Қолданыстағы кәріз коллекторы жаңа салынған желілерге орны арналмаған. Бүгінгі таңда батыс кәріз коллектордың құрылыс бойынша жобалық сметалық құжат әзірленіп жатыр. Мемлекеттік сараптама қорытындысында 24 жылдың 1-ші тоқсаны шығады деп жоспарланған. Кратко об электроснабжении и газификации разрешите мне доложиться. По району имеется 624 ТП, из них 214 ТП на балансе АО «Алматы-Жарық» компаниясында. Из них 80 ТП за 2017-2022 годы переданы на баланс акиматом города по решению суда, которые будут модернизированы по мере их передачи на баланс АО «АЖК». Также запланирована передача еще 20 ТП до мая 2024 года. В рамках модернизации электрических линий и трансформаторных подстанций на территории микрорайонов Шұғыла, Ақжар, Таусамалы, Құрамыс, Рахат, Қарағайлы и Қалқаман заменены и отремонтированы 65 километров электрических сетей, 39 трансформаторных подстанций. Данные меры позволят обеспечить стабильное электроснабжение и снизить аварийные отключения. Территория района на 98% на сегодняшний день оснащена линиями наружного освещения. В текущем году в рамках программы «Бюджет народного участия» на 59 улицах общей протяженностью 43 километра были завершены работы по строительству наружного освещения. Также была произведена установка более 400 опор освещения на общественных пространствах, детских игровых площадках и пешеходных зонах. Также поступают многочисленные жалобы на отсутствие уличного освещения на территории района. Для решения данной проблемы по поручению акима города было выделено 325 миллионов тенге на содержание и текущий ремонт Алматы-Жарық. Общая протяженность газовых сетей по Наурызбайскому району составляет 778 километров. В 2021 году совместно с управлением энергетики было газифицировано 33 абонента СУСОН. До конца текущего года за счет спонсорских средств будет проведено подключение домов 41 семьи из категории СУСОН. Работа в этом направлении проводится совместно с благотворительным фондом АО «Халықбанк». Что касается развития дорожной инфраструктуры, в районе имеется 348 улиц, общая протяженность улиц 298 километров. Доля асфальтированных дорог составляет 87%. На уличную и зимнюю уборку района задействовано 3 подрядных организации. В работах задействовано 235 дорожных рабочих и 85 единиц спецтехники.
Касательно пробивки улиц, тоже хочу отдельно остановиться, что пробивка проспекта Абая до границы города. Проект находится на корректировке в связи с существенным удорожанием. И реализовать данный проект в полном объеме запланировано в 2024 году. Изъятию земельных участков подлежало всего 73 объекта, 69 объектов на сегодня изъяты, в работе 4. В рамках пробивки улицы Толеби завершены работы по строительству дороги протяженностью 700 метров между проспектом Алатау и улицей Алтнорда. Далее для пробивки улицы необходимо изъять оставшиеся 122 земельных участков. В рамках пробивки улицы Жубанова от Момышула до границы города на сегодня ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Работы будут проводиться по мере выкупа земельных участков. Завершение запланировано до конца ноября 2025 года. Также хотела я вам рассказать по строительству новых дорог. По микрорайону Акжар запланировано строительство дорог на 89 улицах общей протяженностью 45,3 километра. На сегодня строительством дорог охвачено 15 километров, это 11 улиц. Оставшиеся улицы или 30 километров будут заасфальтированы по завершению строительства инженерных сетей. По микрорайону Шугла запланировано строительство дорог на 13 улицах протяженностью 6,8 километров. В текущем году строительством охвачено 9 улиц протяженностью 5 километров. Оставшиеся 4 улицы планируется завершить в 2024 году. Касательно среднего ремонта дорог, в 2023 году по линии УГМ средний ремонт дорог проведен в микрорайонах Шугла, Рахат, Таусамалы и Халхаман на 16 улицах общей протяженностью 15 километров. Для проведения аналогичных работ в 2024 году нами была направлена заявка в Управление городской мобильности на средний ремонт 38 улицах протяженностью 40 километров. С начала текущего года работы по ямочному ремонту в рамках децентрализации проводятся аппаратами акимов районов. На сегодня на 170 улицах отремонтировано 45 квадратных тысяч дорог. Техническим тротуаром обеспечено 11 улиц. Это взяли улицы с проспекта Раимбека и Алатау, улица Карьерная, Сахдиева, Шальмерденова, Декан, Жунисова, Сагатова, Бельжайляу, Новая и вдоль реки Харгалы, объемом более 8 тысяч квадратных метров. Касательно арычных сетей, на территории района арычные сети имеются на 92 улицах, общая протяженность 98 километров. На работы по содержанию и очистке арычных сетей задействована компания ТО РБС «Строй». Для предотвращения подтоплений Управлением экологии и окружающей среды ведутся работы по строительству арычных сетей на 5 улицах. Это улица Суран-Шибатыр, Ерубаева, Хулубекова, Береке, Ситмембетова, общей протяженностью 6 километров, а также ликвидировано подтопление в ЖК Алма-Сити. Касательно озеленения района, объем цветочно-декоративного оформления в этом году вы видели по Абая, по Алатау, по Ашимова в текущем году составил 7326 метров. Из них высажено тюльпанов 1200 метров, роз 1048, многолетников на 1078 метров, однолетники 4000 метров. Согласно плану работ, за 10 месяцев 2023 года произведена санитарная обрезка 5000 деревьев, снесли 350 аварийных деревьев. В связи с многочисленными также просьбами ОСИ и КСК с сентября текущего года на данные виды работ были выделены дополнительные средства в размере 20 миллионов тенге, в связи с чем продолжаются работы по санитарной обрезке еще 1500 деревьев. На территории района в весенние и осенние периоды проводятся работы по посадке деревьев. Так было высажено 5000 хвойных и лиственных деревьев из запланированных 10 тысяч. До конца года дополнительно 5000 деревьев будет высажено. Касательно общественного транспорта хочу тоже остановиться. Акиматам уделяется особое внимание, чтобы было повышено качество обслуживания общественного транспорта. Для удобства жителей на 3 маршрутах обновлен и усилен подвижной состав.
Увеличено количество автобусов на 2 маршрутах. И до конца текущего года будут обновлены с усилением 2 маршрута, обслуживающие которые Наурызбайский район. Касательно-остановочных комплексов, на территории района имеется 139 остановочных комплексов в разные города в рамках строительства дорог, которые были построены, и 40 остановок. В рамках программы «Бюджет народного участия» в 2021 году были установлены 7 новых остановок. На сегодняшний день обслуживающие подрядные организации в рамках содержания остановочных комплексов ведутся ремонтные работы по замене кровли, установки стекол, покраски остановочной конструкции. Для удобства жителей в текущем году по проспекту Нуралимбека был построен современный остановочный комплекс. Аналогичные остановки будут установлены на 5 адресах. Касательно комфортной городской среды, мы хотим сообщить, что жителями большим спросом используется проект «Бюджет народного участия». В текущем году реализовано 46 проектов. Предусмотрено благоустройство общественных пространств, дорожной инфраструктуры и дополнительно наружного освещения. Учитывая эффективность программы и положительные отзывы от горожан, нами было принято решение об увеличении финансирования программы. Были внесены заявки для утверждения акима города. Аким города дополнительно выделил нам сумму 875 миллионов тенге для 16 проектов. На пустующем участке на сегодняшний день в районе Калхамана планируется нами открыть дополнительный сквер. На сегодняшний день эта работа проводится в рамках тоже бюджета народного участия. Также на 4 участках протянуты линии автополивочной системы. Это вот у нас получается, и хочу остановиться по адресам. Это сквер Ахжар, прогулочная зона по улице Санаторная, по проспекту Алатау до проспекта Абая, до улицы Бельджайляу. Прогулочная зона между ЖК Алим-Сити и административным комплексом. Также проведен текущий ремонт 3 подземных пешеходных переходов с полной покраской и ремонтом осветительных приборов. Если по адресам пойти, у нас первая Калхамановская больница, вторая перед рынком Жибек-Жулы и третья угол улицы Суранши-Батыра. Все 3 подземные перехода находятся по проспекту Раимбека. Также нами на подземных переходах установлен QR-код, который предоставляет информацию по Наурызбайскому району. Для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне вы можете прям с камерой подойти к QR, и вся информация будет высвечена. Также информация полностью, вы можете оставлять заявки и по интересующим вам вопросам. На 2024 год также планируется реализовать 40 проектов на сумму 2,5 миллиарда тенге. Работа в вышеуказанных направлениях нами будет продолжена. Құрметті журналистер, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет, сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Ақпаратыңызға көп рахмет, Насира Асылбекқызы. Қазір біз сұрақ-жауап сессиясына өтетін боламыз. Благодарю вас за представленную информацию. Далее мы переходим к сессии вопрос-ответ. Естеріңізге сала кетейін, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері баспасөз конференциясының тақырыбы бойынша спикерге 2 сұрақ қоюға мүмкіндігі бар. Напомню, что у каждого представителя СМИ есть возможность задать по 2 вопроса по теме пресс-конференции. Просьба к журналистам быть максимально лаконичными и дать возможность спикеру ответить на все ваши вопросы. Бірінші болып біздің конференциямызға аккредитациядан өткен Алматы ақшамы газетінің журналисті Досбол Атажанға сөз беріледі. Сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Сізді көрген қуаныштымын. Менің сұрағым ол арғы жерлеріне байланысты. Сәбенов көшесі, білетіңіздей, 3 мектепті қамтиды. Бірақ Сәбенов көшесіндегі арғы жерлері жиі бітеліп қалады. Соның кесірінен жолдарда су, көлшіктер пайда болады да, жүру қиындайды. Осы арғы жерлерін тазартуға байланысты қандай жұмыс атқарылып жатыр ауданда? Және Сәбенов көшесінде. Сұрағыңызға рахмет. Енді айта кететіндей, негізінде тек қана Сәбденов көшесінде емес, барлық Наурызбай ауданы бойынша барлық көшелерде тазарту, арықтарды тазарту жұмыстары атқарылып жатыр. Бірақ енді осы жерде мүмкіндікті пайдаланып, бір айта кететіндей нәрсем бар.
бүкіл көшені де тазалаймыз, арықтарды да тазалаймыз. Өкінішке орай кейбір кезде сол арықтарды тазалау барысында көбінесе өзіміздің халықтымыздың мынандай бутылкалары жатады, мусорларымыз жатады, чипсыдың қабықтары жатады. Сондықтан осы жерде айтқым келіп отыр, өзіміздің тұрғындарымызға бір кішкене үндеу жасағым келіп отыр. Енді тазалық жинаған жерде емес, тазалық шашпаған жерде болады. Сондықтан өзіміздің табиғатымызды аялап, өзіміздің ауданымызды аялап, барынша шашпауға тырыссаңыз. Өзімізге қатысты, аудан әкімшілігіне қатысты жұмыстарды барлығымен, толығымен біз атқарып келе жатырмыз. Сондықтан осындай кішкене үндеу жасағаным үшін, енді ренжімесеңіз, енді ол күнделікті біздің өз көзімізбен көріп келе жатқан нәрселер. Рахмет. Кезекті сұрағыңыз, Досбол. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрағым аудандағы жайлы қалаға ортаны қалыптастыруға байланысты. Сіз айтып өттіңіз, бірақ нақтырақ айта аласыз ба, қандай үлкен парктер немесе скверлер салуға мүмкіндік бар ма Наурызбай ауданында? Өйткені дәл осы Наурызбай ауданында кішкене халық қыдыратын сондай жерлер жетіспейді. Ал аудан әкімдігінің жанындағы парк ол ақылы, есіміз бойынша. Сондықтан қандай бір үлкен саябақтар салу жоспарда бар? Рахмет сұрағыңызға. Енді бізде Наурызбай ауданында жалпы әлем парк деген паркымыз бар. Енді ол көп балалы аналар бару үшін біз ол кісілерден кішкене скидкада сұрадық. Енді қазір одан басқа ағымдағы халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында біз Шұғыла Сити мен Әлем Сити оңтүстік жағынан жаяу жүргіншілер бойынша жұмыс әдемі бір сквер деп айтамыз ғой, пешеходный адамдар жүретін бір сквер да салдық. Енді одан бетер тағда бізде қазір жоспарларымыз бар. Қалқаман Батыр, жаңа айттым ғой, Қалқаман көшесінде тағда бір үлкен сквер салып жатырмыз. Енді Шұғыла шағын ауданында да қазір жоспарымызда бар. Бір үш жақсы бір халықтардың жиналып, кешке жақын балдарды ойнатып, үлкен кісілер серуендеп, үлкен кісілер спортпен шұғылданатын сондай бір сквер болсын, жүргіншілік жерлері болсын, сондай бір жоспарларымыз бар. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Досбол, сұрағыңызға көп рахмет. Также следующим на нашу конференцию аккредитовал журналист «Вечерней Алматы» Агырке Мурзагалиева. Вам слово. Здравствуйте, Назират Асылбековна. У меня вот вопрос насчет общественного транспорта. Микрорайон Шұғыла, он очень густо населенным всегда считался. И нам в редакцию обратились жители этого района. Они говорят, что автобусы переполнены, и им приходится до метро добираться на попутках за 300-400 тенге. Будет ли решаться вообще проблема общественного транспорта, переполненности? Спасибо большое за ваш вопрос. На самом деле это вопрос касается не только переполненности, то, что у нас очень много час пик, у нас есть вопросы, это один из самых частых вопросов, которые же задает нам население. И на сегодня из микрорайона Шұғыла до станции метро курсируют 44, 49, 55, 104 маршруты. И нами постоянно ведется мониторинг. В текущем году в сентябре месяце проведена работа по увеличению маршрутов, также увеличению дополнительных автобусов на 49-м маршруте плюс 55-м маршруте. И на 2024 году уже в рамках нашей заявки с управлением городской мобильности нами уже проработан вопрос по увеличению вышеуказанных вами маршрутов. Поэтому я считаю, что этот вопрос на самом деле актуальный, и спасибо вам огромное, что вы переживаете за наших жителей. Спасибо за ответ большое. И еще один вопрос касается пустыря, который находится между жилыми комплексами Алма-Сити и Нұрлы-Жер. Нұрлы-Дала, простите. Там, получается, уже свалка образовалась, жители очень недовольны. Планируется ли там что-нибудь обустроить? Да? Вы, кажется, отвечали на предыдущий вопрос, что там сквер будет.
Как вы уже слышали, я об этом уже в своем докладе сказала, но давайте еще раз повторюсь. На данном участке то, что вы сейчас озвучили, это по проспекту Раимбека. Нами планируется строительство школы на 1500 мест и уже строится садик на 320 мест. Заказчиком является управление строительства. Этот вопрос также у нас на особом контроле, потому что увеличивается домов, много людей, которые переезжают с других регионов, много людей, которые переезжают с других районов, и как бы этот вопрос тоже на нашем постоянном контроле, поэтому этот пустырь, который вы сейчас озвучили, он будет освоен. Спасибо. Спасибо за вопрос, Агарки. Келесі сөз кезегі Нұр KZ сайтының журналисті Назерке Низаудинқызына беріледі. Саламатсыздар ма? Менің сұрағым, алдыңғы жылдары әкімдік алдында мұз айдыны ұйымдастырылып, жақсы болып қалған еді. Биыл да осындай мұз айдын бола ма, болатын болса қай жерде? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Енді ол жаңағы қыста балдарымызды мұз айында енді каток деп айтамыз ғой, сол жерде қазіргі таңда біз 3 локация белгіледік. Бірінші локация мына акиматтың жанындағы 1 гектар жеріміз бос тұр. Сол локация бар, сол жерде болады. Одан кейін спонсорлар арқылы қазір біз инвесторлар тартып келе жатырмыз. Одан кейін жағына Әлем Ситида тағы да 1 каток болады. И үшіншісі Нұрлы дала деген ЖК бар ғой, сол жерде қойылады. Қазіргі таңда сол 3 локация бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сұрағыңызға көп рахмет, Назерке. Следующее слово предоставляется журналисту «Караван» Римме Гаховой. Здравствуйте. У меня первый вопрос будет касаться освещения проспекта Абая. Вот как мне подсказали жители вашего района, там уже поставили столбы освещения, но лампочки до сих пор не горят. Вот хотелось бы узнать, когда вообще освещение будет, как решается этот вопрос. Спасибо за вопрос. На самом деле, это тот же вопрос, который многих жителей волнует, жителей Норсбайского района. Линии наружного освещения по проспекту Абая были установлены в рамках пробивки Абая. Но на сегодняшний день пока еще эту дорогу нам не передали. В любом случае мы ведем работу, и акимом города выделено дополнительно, вот буквально в конце августа, дополнительное финансирование в размере 375 миллионов тенге. На сегодняшний день конкурсные процедуры все были пройдены, и компания Алматы Калажарык сегодня является поставщиком этих услуг, поэтому те проблемы, которые вы озвучили на сегодняшний день, уже как бы в работе, и более того, уже проспект Абая, он полностью уже освещен. И как я вам еще сказала, вот в докладе, порядка 98% освещения в Норсбайском районе, оно работающее. Вот еще у меня есть второй вопрос. Вы уже, конечно, в своем докладе ответили на, по поводу трансформаторных подстанций, да, что сейчас вот часть из них передается на баланс ЖК. Вот, но есть у меня вопрос от жителей микрорайона Шугула, улиц Таргап, Кинжетаева и Сыгай. Дело в том, что вот у них долгое время там были проблемы со светом. Они добились того, что им установили новую трансформаторную подстанцию, но до сих пор не подключили ее. Вот спрашивают, когда подключат. Спасибо большое за вопрос, заданный вами. Можно я немножечко более расширенно отвечу на этот вопрос? Вообще, именно эти улицы в свое время были, дома построили лица, которые сами построили без никаких разрешительных документов. Государство в лице акимата Норсбайского района и уполномоченных государственных органов узаконили все им дома. И, соответственно, как я вот говорила в докладе, у нас Норсбайский район – это новый, молодой достаточно район, который был присоединен в большинстве случаев с Алматинской областью. И именно вот наши вот сети, что касается наружного освещения, что касается наших инженерных сетей, они все были в частных руках.
Очень часто к нам люди приходили, жаловались, освещали эту проблему, и нами была подана заявка в управление энергетики. На сегодняшний день эта трансформаторная подстанция уже установлена, и ведутся работы по узаконению, то есть мы сейчас работаем над тем, чтобы получить разрешительные документы. И вообще по плану до 15 декабря мы должны были эту работу выполнить. Я надеюсь, что эту работу мы выполним до конца ноября. Спасибо. Келесі сөз тізгіні Бақ КЗ сайтының журналисті Сәлімбай Гүлнұрға беріледі. Сәлеметсіз бе? Сұрағымды қайталап өтейін, техникалық ақау екен. Бірінші айтып өтетінім, Әлем Сити және Шұғыла Сити үйлерінің алаңдарында балалар ойнауға арналған керемет заманауи үлгідегі ойын алаңдар салынған екен. Өте қатты қуаныштымын сол үшін. Енді сұрағым, жаңағы Әлем Сити, Шұғыла Сити деген үйлерде және жаңа өзіңіз айтып өткенде осы ауданда 2800 мүмкіндігі шектеулі адамдар тұрады дедіңіз, ерекше жандар. Сол кісілердің өмір сүрулеріне қолайлы болу үшін, жаңағы заңмен қорғалған, ыңғайлы болу үшін пантустар қарастырылған ба? Сол пантустардың салуын кім қарайды, қарастырады? Немесе жоқ болса, қанша уақытта толықтырады сол жағы? Қатты мені алаңдатады. Сұрағыңызға рахмет. Өзіңіз білетіндей, өзім әлеуметтік саладан келген кісімін. Сондықтан мен үшін де ең бастысы мүмкіндік шектеулі ерекше кісілер деп айтамыз ғой, сол кісілердің жағдайын жасау, ол біз үшін де ең үлкен алға қойған жұмыстарымыздың бірі. Сондықтан үйлерде пандустар бар, жоқ жерді қазіргі таңда біз енді кейбір жерлерде ғана, ол көбінесе енді біздің аудан енді басқа аудандарға қарағанда жаңа аудан. Жаңа айттым ғой, сондықтан жаңа үйлерде жоспар бойынша міндетті түрде пандустар болу керек. Жаңа сіздің айтып жатқан ойын алаңдарына келетін болсақ, міндетті түрде біз оның бәріне бөлек мән береміз. Сондықтан қазір өзіміз салып жатырмыз ғой, енді халыққа қатысатын бюджет арқылы. Сондықтан өзіміз қадалап, өзіміз осындай кісілерге ойын алаңдарын өздеріміз де жасап жатырмыз. Көп рахмет сұрағыңызға. Очередное слово предоставляется журналисту Казтак Алтын Мендыбаевой. Здравствуйте. Вы упоминали в докладе по поводу набережной реки Каргала. Хотелось бы узнать более подробно, планируется ли благоустройство, когда и входит ли оно в проект «Бюджет народного участия»? Спасибо большое за вопрос. Касательно набережной реки Каргалы, на сегодняшний день у нас была выделена сумма 746 миллионов тенге. К сожалению, конкурсные процедуры проходили очень долго, и на сегодняшний день мы уже заключили, конкурс проводило управление госактивов, так как закон этого предусматривает. И на сегодняшний день более 20% до конца года работа будет выполнена. Проект этот будет переходящим, и думаю, что к концу, наверное, скорее всего, 3-го квартала эта работа будет закончена. В 3-м, да, году? В 24-м году. В 24-м, да. А сейчас только на 20-м. Сейчас, получается, это проект изначально 2-годичный, переходящий проект. А входит ли оно в проект «Бюджет народного участия»? Также нами тоже у нас есть еще тоже есть места, вот, где вот мы не цепляем именно те места, которые в рамках того благоустройства. И поэтому мы тоже сейчас запланировали на 2024 год, тоже в рамках проекта бюджета народного участия, тоже хотим облагородить, хотим сделать такие же красивые места, именно для того и с усилением опоры на население, чтобы они могли вечером ходить, прогуливаться, чтобы там были игровые площадки.
именно с разделением на возрастные ограничения, допустим, с годика до 4 будет один, там локация, с 5 до 10 вторая локация. Также мы будем строить там воркаут-площадки. Я думаю, что население будет довольно. Спасибо. Спасибо. И второй мой вопрос. Как часто вы встречаетесь с населением? Я думаю, что сейчас нету такого государственного служащего, который не встречается с населением. Я стараюсь очень часто встречаться с населением. Я стараюсь каждую свою минуту, когда у меня есть свободное от совещания время, то есть каждый день я стараюсь локацию какую-то пройти. Также, согласно закону, мы должны проводить более умеренные встречи, но так как хочется быть ближе к народу, ты когда сама ходишь, смотришь те же самые реки, как убираются дороги, насколько часто собирают мусор, поэтому это в моих интересах встречаться чаще с населением. Что я и делаю. Более того, у меня есть заместители, которые курируют ту самую ответственность, и они то же самое смотрят, каждый мой заместитель в рамках своей компетенции проводит эту работу. Также у нас есть определенный график, когда мы должны встречаться с населением. И хотелось бы сразу озвучить то, что каждый вторник из 10 часов я провожу личные приемы, и любой желающий может зайти, задать свои вопросы, получить ответы. И также мы встречаемся и с многодетными, и с лицами с инвалидностью, и с простыми, с обычными горожанами. Спасибо. Спасибо за вопрос, Алтын. На прямой связи журналист Орда КЗ Анжела Ким. Вам слово. Здравствуйте. У меня два вопроса от жителей. Первый, почему в верхней части микрорайона Акжар Нурузбайского нет воды до сих пор? Люди жалуются. Второй вопрос, когда проведут полный ремонт дороги по улице Бекишева, на которых весь год вели работу? Жители говорят, что дорогу вроде заделали, но как попало, что ли, закатали ямы и все. Говорят, не положили большой нормальный асфальт и не прорисовали новую разметку. Спасибо большое. Касательно того, что в верхней части микрорайона Акжар нету воды, я, как озвучила сегодня только в докладе, то есть то, что Наурызбайский район, он является присоединенным районом, он является новым районом. Соответственно, самая большая проблема в Наурызбайском районе – это была нехватка воды. Каждый у нас с весны начинается, до глубокой осени у людей не было воды. Поэтому мы построили в рамках поручения Акима города Ерболата Скабековича построена была каскадная. Также для решения вопросов с нехваткой воды у нас на сегодняшний день строятся две фильтровальные станции. Первая фильтровальная станция – это фильтровальная станция Каргалы. На сегодняшний день, где работа выполнена на 85%, и к концу текущего года мы надеемся, что у населения будет вода. Касательно микрорайона Акжар, вот каскадное, то, что люди получают воду с каскадной, это временная мера, все мы понимаем. И на сегодняшний день строится фильтровальная станция Ахсай, которая по плану должна будет построиться в 2025 году. И эти вопросы у нас на постоянном контроле. Более того, когда у нас не было воды, то есть вода была, возили воду этими машинами дополнительными. То есть один на один проблему не оставляли людей с этой проблемой. То есть как временная мера до сегодняшнего дня, до того, как каскадную построили, то есть возили воду. Теперь на сегодняшний день это вопросы Акжара, думаю, закрыты. 100% будут вопросы Акжара закрыты. Это после 2025 года, когда ведут в эксплуатацию фильтровальную станцию Ахсай. Спасибо. Касательно того, что вы озвучили улицы Бекишева, здесь то же самое. Для того, чтобы люди были обеспечены водой и были все блага, то есть инженерная инфраструктура, чтобы была, построена заказчик управления энергетики, подрядная организация АГС «Пласт». Они перекопали дорогу, естественно, чтобы проложить сети. И на сегодняшний день верхний слой мы полностью уже восстановлен. По второму слою, сами знаете, когда копаются дороги, там, соответственно, бывают просадки. Поэтому, чтобы не тратить дополнительно бюджетные деньги, чтобы на 2024 год, где-то в марте месяце, мы пройдемся по второму слою асфальтирования. Спасибо.
Спасибо за вопрос, Анжела. Құрметті әріптестер, сөз соңында сұрап кетсем, қосымша сұрақтар тағы да қалды ма? Сұрақ бар? Нет, спасибо вам большое за ответ. Тағы бір айтатын сұрағым. Алма Сити 5 тұрғын үй кешенінің тұрғындары үйге байланысты шағым айтуда. Осы тұрғын үй кешеніне қатысты шағымдарына қалай жауап айтасыз? Сұрағыңызға рахмет. Енді өзіңіз білетіндей, Алма Сити 5-тің ғана емес, Алма Ситидің бәрінде де шұғыла, нұрлы дала бізде енді халық қай жерде тұрады, сол жерде енді сұраныстар да болады, кейбір претензиялар да болады. Сондықтан енді айтқым келіп отырғаны, негізінде көп адамдар акиматқа келеді. Мен айтам, неге акиматқа келесіңдер? Сіздерде КСК бар. Ол кісілер айтады, КСК-ның өздері сізге жіберді дейді. Сондықтан енді қазір осы мүмкіндікті пайдалана отырып, мен халықтарға бір айтсам, үйді салып болғаннан кейін 2 жыл бойы, біз гражданский кодекс деп айтамыз, 2 жыл бойы жаңағы үйді салған кісілер өздері кейбір кемшіліктердің бәрін өздері ретке дұрыстап, енді сұраныстарға, енді мысалы бір жерде бір пандус дұрыс емес деп айтайық, бір жерде есіктің тұсқасы дұрыс емес деп айтайық. Халықтарға айтарым, 2 жыл бойы сіздер жаңағы осы үйді салған кісілерге барып, осыны дұрыстап бер деп, в рамках гарантийных обязательств сіздер айтуға болады. А егерде 2 жыл өтіп кеткеннен кейін КСК деген бір, КСК-ның председательдері бар, КСК-ларға КСК толығымен осы міндеттерді өзінің мойындарына алу керек. Бірақ бізде КСК-лар өздері жібереді бізге, барындар әкімшілікке. Сондықтан мен айтарым, КСК егерде сізге ұнамай, КСК сол жұмыстарды атқармай жағдайда болса, сіз КСК-ны председателін ауыстыруға протокол жасатып, халықтардың бәрімен жиналып, сіз председательді ауыстыруыңызға қажет. Егерде ол жұмыста ретке келтірмей атса, бізде жаңа ОСИ деп айтамыз. Осиді ашып, халықтар бір-бірлеріңізбен бірге керек жоспарларды бірге жасап, орындайтын мәселелерді бірге жабуыңызға да болады. Мен бірінші сұрағыма жауап алып отырмын. Пандус жоқ үйлер КСК-ға барса болады, сонда? Түсінікті. Барлық мәселелер бойынша тұрғындар КСК-ға бару мүмкіндігі бар, өйткені КСК-ға төлеп жатқан ақшалары бар. Түсінікті. Рахмет. Гүлнұр, көп рахмет, сұрағыңызға, сауалыңызға жауап алды деген сенімдеміз. Құрметті әріптестер, осымен сұрақтар тәмам болса, біз жұмысымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға көп рахмет. Дорогие коллеги, на этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Спасибо за участие. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.